Алла тағала қасиетті Құранда, пайғамбарымыз хадисте не айтты? Сол жайында айта кетейін. Жалпы шариғат заңы бойынша ұрлық істеу харам, күнә. Алла тағала қасиетті Құранда айтады, ұрлық істеген адамның қолын кесіңдер. Яғни ол жердегі екінші мәрте қайтадан ұрлыққа бармау, басқалары да оны көрген адам, яғни мынау үлкен жаза екен ғой, мен қолымнан айырыламын деп, одан кейін ұрлық істемейді. Яғни қоғамда, елде ұрлықшы деген нәрсе болмайды, азаяды. Сол тұрғысында, яғни адамды тәрбиелеу мақсатында осылай айтылған ескертпелер бар. Абу Хурайра радиаллаху анхуден жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр. Имам Бухарида, имам Муслимде келген сахих хадис. Айтады, зинақор зина жасағанда ол иманды емес. Ал ұрлықшы қашан ла ясриқу сариқ хину ясриқун, яғни ва хуа муъмин. Қандай да бір ұрлық істеп жатқан кезде ол мұсылман күйде ұрлық істемейді. Оның бойынан иманы шығып кетеді дейді, Алла сақтасын. Ол ұрлық істеген адам білсін, яғни ұрлық жасап жатқан кезінде, яғни ол иманды емес. Арақ ішуші арақ ішіп жатқан кезде де иманды емес деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, яғни осылай ұрының жазасының қатты екенін ескерткен. Сондықтан құрметті қадірлі ағайын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады өзінің туған қызы Фатимаға, яғни Мұхаммедтің қызы саллаллаху алейхи вассалам, Фатима да ұрлық жасаса, оның да қолын кесіңдер деген. Яғни бауырлар, шамамыз келгенше, қолдан келгенше бұл нәрсені бір білмей істеп жүрсе, оны айтып ескерту керек, бұл нәрсені тоқтату керек.